Нодирбек Абдусатторов, Фабиана Каруана, Сент-Луис, Рапид және Блиц. D4, D5, ATF3, E6, E3, ATF6, піл D3, B6 және рокировка. Піл B7, B3 бұл енді коллі жүйесі деп аталады. Піл E7, піл B2, рокировка және уәзір E2. A5. Мүмкіндік бар болса, мына пілді мына пілге айырбастаған жақсы, ал мына пілді сақтап қаламыз, мына піл бізге аса керек емес. Ат C3, ат BD7, мына екі ат маған көбінесе ұнамайды, бір-біріне өткені кедергі жасайды. Ат A4, піл D6, C4, уәзір E7. Екі тураның байланысын орнаттық. Байланыс орны мүмкін болашақта E5 деген әрекетті жүзеге асырамыз. Ат негізгі орталыққа келді, DC, ат C4 және E5 түсінікті, өткені қысылып қалдық. Осы қысылып қалудың жолын болдырмау керек. Алдық, ат C3, алдық, ат B5. Біріншіден мына жерге шабуыл жасап тұр және мына жерге шабуыл жасап тұр. Уәзір C6, E4. Мына атпен мынаны алуға болмайды, өткені уәзір G2 мат болады. E4, алдық, уәзір D5. Піл C4 және уәзір G5 есептейміз. 1, 2, 3, ана жерде 1, 2. Сонда да 0, 0, 0 деп тұр, ақтардың да қараларында ешқандай басымдығы жоқ. F4. Бұл жүріс маған аса ұнамайды, өткені патшаның қоршауы бұзылады, болашақта қомағалар қатарының әлсіздігі бәрі білінеді. Уәзір G6, F5, уәзір G5, бұл енді рапид болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Тура А, D1 және ат D6. Бұл Капабланканың сүйікті аттарының бірі, мына жерге шабуыл жасап тұр. Және осы жерде Нодирбек Абдусатторов пілін C1-ге қою керек. Бірақ Нодирбек Абдусатторов қателесті және ат B5 деп жүрді. Алдық және тура А, E8 ашық жолға өзіміздің турамызды орналастырамыз. Уәзір D2 алдық және ат C5. Мына сарбаз әрине маңызды, бірақ мыналардың да бытыраңқы сарбаздары бар. Ат C7 қомағалар қатарына кірді. Тура E4, F6, енді бұл сарбаз шеге 0-0 деп тұр және G5. G5 деген әрекет енді барынша қысылмаудың амалы, өткені қысылып қалудың әртүрлі жағдайлар болады, осыны болдырмау үшін олар деген G5 деп жүрді. Тура D1, H6, піл D4, ат E6 және ат B5. Ат B5, алдық, көрейгенді тура E2. Біріншіден мына жерге шабуыл жасадық, екіншіден мына жерге шабуыл жасадық. Мына пілдің мына атқа қарағанда жағдай мықтырақ сияқты ойдамын. Соңын болашақта мына сарбазды жұлып алудың әртүрлі амалдар болады деген ойдамын. D2 алдық және піл C8. Үлкен қиғаш жол әрине жақсы, бірақ мына E6-да өзінің сүйікті орындарына барайын деп тұр. Ат D6, тура D8 байлап тастадық. Патша F2, піл E6, патша E3. 0, 0, 0. Ақтарында қараларында ешқандай басымдығы жоқ. Патша H7, патша E4, тура D7, A4, патша G6, патша E5, тура C7 және осы жерде тура B2. Мен түсініп тұрмын, өткені цейтнот кезінде, уақыт жетпейтін кезде көбінесе адамдар қателеседі. Шах, патша D4 және тура C6. Бұлай және піл C4. Сонымен бір сарбазды алдық және тура B6. Турамен болатын эншпилдің ең басты ережесі тураңыздың белсенділігі. Тура C2. Мына сарбаздарға қызығып тұр. Мына сарбаз оған аса керек емес. G4, алдық, 6, шах, бұлай алдық. Енді қалған енді аса қиын емес, өткені қаралардың басымдығы өте үлкен. Мына екі сарбазды, қатарласқан екі сарбазды ешкім тоқтата алмайды. H7, бұның барлығы цейтнот кезінде, уақыттың жетіспейтін кезінде бұның барлығы болғанын көріп тұрмыз. Каруана өте мықты ойыншы, осындай жетістікке жетті. Міне мына жерде қателесті, бірақ түсінем, өткені
бұлар уақыт жетіспейді, цейтнот кезінде осындай қателіктер болады.